Сәлем қыздар, бүгін біз табақтың астына қоятын тоқыма мастер-классын сіздерге көрсетеміз. Яғни бізге бұны жасау үшін бізге жіп керек, әртүрлі жіптер және де крючок керек. Тоқыған тоқымаларымды көрсете өтейін. Бұл мінекей мына табақтың астына қоятын, ақман ұстауға арналған, немесе кастрюль ұстауға арналған, және де мына кішкентай сондай нелер. Ақманның астына қоюға болады, мына ақман ұстауға болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Біз осындай домалақ түйіп аламыз, және де тоқымамызды бастаймыз. Мына жерден бір ілмек шығарып аламыз. Сосын мінекей бір, домалақтан өткіземіз, 3 ілмек қыламыз да. Сосын бұл үшеуді екеу қыламыз. Және де ол екеуді біреу қыламыз. Осылай жалғастыра береміз. Үшеуді екеу қыламыз. Екеуді біреу қыламыз. Тағы да жалғастырамыз. Екеу қылды. Үшеуді екеу қыламыз. Екеуді біреу қыламыз. Осы мынау жіптің ішіне қанша сыяды, сонша істеп шығамыз. Соңғы таяқшаны көрсетейін сіздер қалай істейтін. Үшеуді екеу қылады, екеуді біреу қылады. Және де жаңағы ең бірінші бастаған таяқшаның алдынан біз бұл немізді түйеміз, яғни екеуді аламыз да, сол екеуді біреу қылып жүреміз. Мінекей осында бізде кішкентай домалақ болды. Енді мына жерден үшеу аламыз. Үшеу қыламыз дағы. Сол енді мына жерден бастаймыз. Жаңағы тоқыған таяқшаларымыздың ортасынан өтеміз. Үшеу, осылай жалғастыра береміз. Үшеуді екеу, екеуді біреу қыламыз. Мінекей, жаңағы таяқшалардың ортасынан 2 жіптен аламыз, яғни. Мінекей. Сосын бір ілмек тастаймыз арасынан. Екінші таяқшамыздың ортасынан тағы да 2 таяқша қылуымыз керек. Үшеуді екеу қылдық, екеуді біреу қыламыз. Тағы да. Бір ілмек қалдырамыз. Мінекей бізде осында домалақ шықты. Енді келесі түсімізді қосамыз. Ол түсті қалай қосамыз? Бүйтіп жай қоса саламыз. Ешқандай жіпті қиып, керек емес, қиып, түйіп дегендей. Мен оны сіздерге соңынан көрсетемін, қалай қиып түйу керек екенін. Мінекей. Енді жаңағы бір тесттен алған 2 таяқшаның ортасынан 3 таяқша істейміз да, мына жерден 1 таяқша істейміз. Ілмектен. Бастаймыз. Бір ілмек тастап отырамыз арасынан. Мына жерден үшеу жасаймыз. Мінекей 1 таяқша. 2 таяқша. Және де 3 таяқша. Бір ілмек қалдырамыз. Оның ортасынан 1 таяқша ғана жасаймыз. Мінекей. Осылай жалғастыра береміз. 1 таяқ. Мына жерден 3 таяқша жасаймыз.
мінекей. Мінекей. Бір таяқша, сосын барып бір тесіктен 3 таяқша. Сосын мына бір тесіктен 1 таяқша, 1 ілмек қалдырамыз, сосын бір тесіктен 3 таяқша. Жалғастыра береміз. Мінекей, осыны dumaloq шықты бізде. Енді астындағы малиновый цветтен жасаймыз. Одан бүйтіп кіргіземіз да, ал сары жіпті тартамыз. 1-2 ілмек жасап аламыз. Мынау бір неден, бір тесіктен 4 ілмек аламыз. Сосын барып, мына жерден 1 ілмек тастаймыз да, мына жерден тағы да 4 ілмек аламыз. Ол 4 ілмекті қалай себу екенін көрсетейін. Мінекей, бірінші таяқша. 1 таяқша. 2 таяқша. Және де мына жерден 1 ілмек тастап, сосын барып сол таяқшадан, сол тесіктен 3-ші таяқшаны жасаймыз. Мінекей, осындай болып шығады. Және де 1 ілмекті 2 не тастайық, біз 2 ілмек тастайық, өйткені ол тартылып қалуы мүмкін. Жалғастырамыз. Бір ілмек тастаймыз, сол таяқшадан жалғастырамыз. Мінекей, 4-ші таяқшаны жасадық. Осында бізде 2 тесіктен 4 таяқша жасап шығардық. Осылай айналдырып шығамыз. Мінекей, бізде осындай dumaloq пайда болды. Енді сіздер бұны өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әртүрлі жіптермен жалғастыра берулеріңізге болады. Үлкен қылып, қанша өздеріңізге қандай көлем ұнайды, сондай көлем жасауға болады. Мінекей, жаңағы көрсетіп кеткен тоқымаларым. Мінекей, жаңағы тоқымам. Ары қарай көрсетіп керек емес сияқты, өздеріңіз енді осы неге қарап, ары қарай жалғастыра берулеріңізге болады. Айтқан немді тоқтатуымды сіздерге көрсетейін. Мына жерде енді соңғы тоқтатуды біз кесеміз. Яғни, сосын барып кесіп аламыз да, осылай. Сосын барып, бұлай тартып қаламыз. Сол кезде осылай, сосын оны қаттырақ тартамыз. Ал арты, мінекей, арты бұлай болды. Мана қосқан оранжевый жібім. Және де соңғы үзген жоқ. Яғни бұны да біз қазір кесеміз. Бұлай кесіп, бұны бір-біріне байлап тастауға болады. Үшеуін бір-біріне байлап тастаймыз. Арта жерлерін сосын қиып тастауға болады. Қазір бұның артықтарын қиып тастаймыз, сонда мінекей мынандай не пайда болды бізде. Егер түсініксіз немесе бір дұрыс жасамаған жерлер, түсірмеген жерлерім болса, сынамаңыздар, мен бірінші түсіріп тұрмын бұл видеоны. Тағы да алда осы сияқты видеолар түсіріп көрсетуге тырысамын. 4 бұрышта осындай істеуге болады. Күтіңіздер, сау болыңыздар.